Сәлеметсіздер ме білімге құштар оқушылар, балалар, бүгін біз физикадағы маңызды ұғымдардың бірі тығыздықты және оны қатты денелер мен сұйықтар үшін қалай анықтауға болатынын үйренеміз. Тығыздық дегеніміз заттың бірлік көлеміндегі массасы. Яғни, дененің ішкі сығылу дәрежесін сипаттайтын шама. Формуласы өте қарапайым. Ро тығыздық тең м масса бөлінген в көлем. Мұндағы ро тығыздық, м масса, в көлем. Енді тәжірибеге көшейік. Алдымен қатты денелердің тығыздығын анықтайық. Алдымен дененің массасын таразы арқылы өлшейміз. Сосын оның көлемін анықтаймыз. Егер дене дұрыс пішінді болса, мысалы, куб, цилиндр көлемін геометриялық формула арқылы табуға болады. Ал егер дене дұрыс пішінді болмаса, мензуркадағы суға батырып, су деңгейінің өзгерісін өлшейміз. Бастапқы және соңғы көлемдердің айырмасы дененің көлемі болады. Осылайша, массаны көлемге бөліп, қатты дененің тығыздығын табамыз. Ал енді сұйықтың тығыздығын анықтау жолына келейік. Алдымен бос мензуркадағы көлемді нөлге дейін белгілейміз. Сосын белгілі бір көлемге дейін сұйық құямыз. Сол сұйықтың массасын таразы арқылы өлшейміз. Алынған массаны көлемге бөліп, ро тең м бөлінген в формуласымен есептейміз. Көрдіңдер ме, балалар, тығыздық әр заттың өзіне тән физикалық қасиеті. Сол арқылы біз заттың түрін анықтай аламыз, тіпті бір дененің суға бататынын немесе қалқып шығатынын болжай аламыз. Мысалы, менің қолымдағы мензуркада су мен май құйылған, су мензурканың төменгі бөлігінде, ал жоғарғы жағында май тұр, себебі судың тығыздығы майдың тығыздығынан көп, сондықтан су төменде тұрады. Егер осы мензуркаға темір кесегі мен ағаш бөлігін алсам не болады? Әрине темір кесегі батады да, ағаш кесегі май бетінде қалқиды. Неге? Себебін зерттеп көріңіздер. Іске сәт.